орталық қалалық кітапханасының ұйымдастыруымен салауатты өмір салтын қолдау барысында дәл қазір біз бүгін Әсел ханымда қонақтамыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Ендеше біз бүгін Әсел ханыммен бірге смузи жасап үйренетін боламыз. Қандай смузи дайындаймыз? Біз бүгін йогурт қосылған және банан қосылған, алма қосылған, жазғыға арналған жеңіл смузи дайындайтын боламыз. Ал не себептен бұл смузи жазғы деп аталады? Өте жақсы сұрақ. Себебі бұл смузи жаздың күні өте ыстық болады ғой, сол кезде ішкенде өте жеңіл әрі дәруменге өте бай. Себебі оның құрамының көбісі жемістер және де өзіңіз көңілдеп ішіп жүрген йогурт кіреді. Ендеше көп кідірмей біздің смузимізді дайындауға кірісіп қалай қарайсыз? Иә, әрине бастайық. Ол үшін біз ең алдымен банандарымыз бар. Мен өзімізге ғана, яғни 2 адамға ғана шағындар істеймін, сондықтан мен 2 банан қосам. Ол үшін біз бананды алдымен жақсылап тазалап аламыз. Тазалап алғанда одан кейін блендерге оны салу үшін шағындап дегенде өздеріңіздің қастарыңызға қарай бананды тураймыз. Содан кейін ал банан қандай болу керек? Мысалы, біз өзіміз күнделікті білеміз, олардың жасыл түсті болады, кейбіреулері жаңа ғана пісіп, жетіліп жатқандары. Не болмаса сарғыш болады, және де қоңыр шылтым түстері болады. Қандайын пайдаланған дұрыс? Негізінен мен өз басым көп жағдайда кішкене жасылдауларын қолданамын, өйткені оны үйге әкелген кезде ол біраз тұрғаннан кейін сарғая бастайды. Сондықтан көп жағдайда кішкене жасылдауын алғанды дұрыс көремін. Сондықтан енді әркімнің өзінің қалауына орай. Одан кейін біз бананымызды салдық, одан кейін алманы пайдаланамыз. Бізде алма 2 дананы пайдаланған дұрыс. Ал алмаға да дәл сондай сұрақ, оны да қандай алған жақсы? Алманың негізі әртүрлі түрлері бар ғой. Өзіміздің Алматының алмасы негізі ең жақсы алма. Меніңше осы Қазақстанда өсетін Алматының алмасы деп есептеймін. Апорт яғни, иә? Керемет. Ал алманың құрамында негізінде бізде өте көп дәрумендер бар, иә? Иә. Бұлар қазір жаз уақытында қалай көмектеседі? Өте жақсы сұрақ. Жаз уақытында әрине негізі жеген жемістің барлығы пайдалы деп есептеймін. Алма ол әрбір дастарханда табылатын жеміс. Сондықтан оны балалар болсын жесе, оның құрамында темір өте көп. Темірдің адам организміне, адамның қанының бойында болатындықтан ол әрбір адамның тамақ рационынан кетпеу керек деп есептеймін. Алманы қазір біраз езіп алайық смузимізді. Кішкене езіп алдық. Жаңа жемістерімізді байланысты симай қалған еді. Алманың сыртын ашық салған жақсы, әлде осылай салған жақсы, ашық? Енді әркімнің өзіне байланысты ғой. Бірақ меніңше осы барлық дәрумен, барлық витамин десек қалады. Осы алманың сыртында, сондықтан мен оны немесе егер де ашсаңыздар, жеп қойғандарыңыз дұрыс, егер де ашып салған болсаңыз, егер ашмай салсаңыздар, жақсы біз менің кітапқа да келіп тұрғандықтан сізге мынандай сұрақ қойғым келді. Кітап оқығанды ұнатасыз ба? Мен ұнатамын. Әрбір адам өзі үшін кітап оқып тұрғаны дұрыс деп есептеймін. Күніне 10 беттен болсын, немесе 20 беттен болсын, оқи берген дұрыс деп есептеймін. Өте керемет, рахмет. Ал сіздің ең сүйікті кітабыңыз қандай? Менің сүйікті кітабым осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 30 кітап ұсынған еді. Сол кітаптардың ішінен
маған өте қатты ұнаған кітап ол Халед Хусейннің Жарқыраған мүмкін аудармасы өте қатты ұнады. Иә, өте керемет кітап. Өте керемет сезімде болдым ол кітапты оқығаннан кейін. Әлі күнге дейін ол кітапты ұмыта алмай жүрмін. Әрине, әрбір кітап менің ойымша адам жүрегінде бір өзінің орнын қалдырып кететін сияқты. Иә, ерекше бір орын қалдырып кеткендей болды. Әрі қарай не істейміз? Әрі қарай біз енді йогуртымызды қосамыз. Йогуртты өздеріңіздің қарауларыңызға орай. Мұнда менде 1/5 майлылығы, егер де қаласаңыздар, смузиларыңыз нәрлілерек болсын десеңіздер, 2% да алуларыңызға болады. Енді осы блендеріңізға байланысты осы мені йогуртты қосып көресіздер. Менде құлпынайдың дәмімен йогурт. Ал барлығын қосамыз ба? Жоқ, барлығын емес. Егер де мысалға біз сіз екеумізге ғана ғой, екеумізге болғандықтан мен йогурттың жартысын ғана қостым. Ал егер көп адамға жасайтындай болсаңыздар, енді көп адамға ретінде қиясыздар. Басына қарай оны қойып, суығанан алып ертеден шықпен ойлаймын. Себебі ертеден бадам қосты, керемет алмамызды қосты, мен йогурттан да қосқан боламыз. Өте керемет, ендеше дәм көрейік. Біздің смузиларымыз дайын, менің ойымша өте керемет шыққан сияқты. Көп рахмет, Әсел ханым. Ал ендеше дәм көрейік. Әрине. Өте керемет, қараңыздар. Қазір шеберлікпен дайындалған. Өте керемет, қолыңыз деп көрмес, Әсел ханым. Рахмет. Керемет шыққан. Көп рахмет. Сіз осындай кондитерлікке қалай келдіңіз? Қалай айтсам болады? Енді әрбір қазақтың қыз баласы үйінде тамақ істеу білу керек. Әрине. Енді өзінің отбасын асараның арқалы дейді ғой, сондықтан отбасымды тамақпен қуантқанды өздерін қатты жақсы көремін. Себебі тамақ жегеннен кейінгі отбасының реакциясы өте жақсы. Сондықтан осындай жақсы тамақтарды жасап тұрамын отбасыма арнап, достарыма арнап, туысқандарыма арнап. Өте керемет, рахмет сізге көп. Ендеше келесі кезекте біздің оқырмандарымызға, қолданушыларымызға өзіңіздің жаңа лебізіңізді білдіріп кетсеңіз. Сіздерге тілерім тек бақыт, дендеріңіз сау болсын, кітап оқып тұрыңыздар, біліңіздер, жүріңіздер, осындай жақсы тамақтарды ғана жеңіздер, дендеріңіз жалпы сау болсын, басымыз аман болсын, отанымыз тыныш болсын. Өте керемет, сіздің бүгін біздің орталық қалалық кітапханамыз ұйымдастырған кішкентай іс-шарамызда қонақ болғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Келесі кездескенше. Сіздерге де көп рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.